Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті шәкірттерім? Математика сабағына қош келдіңіздер. Сабаққа дайынбыз ба, балалар? Олай болса, сабақты бастаймыз. Бүгінгі кезектегі тақырыбымыз төмендегідей. Теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешу деп аталады. Ал бүгінгі сабақта біз не меңгеруіміз қажетпіз? Біріншіден, әріптердің берілген мәндерін бірнеше айнымалысы бар өрнектермен мәнін табуды үйренесің. Екіншіден, теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешуді үйренесің. Және теңдеудің алгоритмін түсінетін боласың. Іске сәт демекпін. Ал бірінші тапсырмамыз, балалар, біздің өткен тақырыптарды қайталау және ми гимнастикасына байланысты болады. Жақсылап ойланайық, дайынбыз ба, балалар? Ал енді біздің ортақ тақырыбымыз күнде өтіп жатырмыз. Галактика және күн жүйесі, планета, астрономия туралы айтып жатырмыз. Ал бүгінгі біздің күннің айналасындағы 8 планетамыздағы берілген өрнектер. Осы өрнектерді сіз жақсылап ойланып, ықшамдап, мәндерін жұптастырасыз. Сонда қай жұлдыздың немесе планетаның атауы дұрыс шығады. Ал ойланайық. Ойландық па, балалар? Олай болса, сіздердің жауаптарыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Ал менің жауабыммен сәйкестендіріп көрейік. 84А Уран, 30А Нептун, 40А Шолпан, 16А Жер, 18Х қосу 2 Марс, 240Х Юпитер, 84Х азайту 4 Меркурий, 72Х Сатурн. Өте тамаша, өте қуаныштымын. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыпты және де кешегі өрнектерді қайталау мақсатында видео тамашалайық. Санды өрнек арифметикалық амалдардың таңбаларымен біріктірілген сандар жиынтығы. Мұқият ойланып жауап бер. Қай өрнек санды өрнекке жатпайды? Дұрыс. 38 қосу х тең 228 санды өрнек емес. Неге? Өйткені онда сандар мен қосу таңбасынан өзге әріп пен теңдік таңбасы бар. Берілген санды өрнектерде амалдарды орындап, өрнектің мәнін табуға болады. Әріпті өрнектер бір, кейде бірнеше санның орнына латын алфавитінің әрпі жазылған өрнектер. Әріпті өрнекке келтірілген мысалға қара. Әріптің орнына оның мәнін қойып, арифметикалық амалды орындап, өрнектің мәнін табуға болады. Теңдеу. Белгісіз саннан тұратын теңдік теңдеу деп аталады. Белгісіз сан латын әрпімен белгіленеді. Теңдеуді шешу дегеніміз теңдік дұрыс болатындай белгісіз санның мәнін табу немесе мұндай мәндер жоқ екенін дәлелдеу. 490-ның 70-ке бөліндісіне 39-ды қосқанда 46 шыққандықтан берілген теңдеудің шешімі К тең 70 болады. 70 санын теңдеудің түбірі деп атайды. Теңдеудің түбірін табу үшін амалдар компоненттерінің байланысын білу керек. Теңдеуді шешейік. Х минус 252 тең 301 қосу 11 теңдеуін шешу керек. Сол жағын өзгертусіз көшіріп жазамыз, ал теңдіктің оң жағын ықшамдаймыз. Яғни, оның мәнін табамыз. 301 қосу 11 тең 312-ге. Теңдеуді оқимыз. Х минус 252 тең 312-ге. Азайтудың компоненттерінің өзара байланысын еске түсіреміз. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. Х тең 312 қосу 252-ге. Теңдеудің түбірі 564-ке тең. Тексереміз. 564 минус 252 тең 301 қосу 11-ге. 312 тең 312-ге. Теңдеудің оң жағы мен сол жағы тең. Демек, теңдеу дұрыс шешілді. Ал
бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Олай болатын болса, берілген теңдеуді арғаратап меме ілесе отырып, дәптерлеріңізді аша отырып, орындауға болады. Бұл жерде біз ықшамдау принципіне негізделеміз. Теңдеуіміз 3х қосу х тең 36. Демек, теңдеудің сол жағын ықшамдап аламын. Бұл жерде ықшамдағанда 3х-ке х-ті қосамын. Не себепті ол 4х шықты? Себебі х дегенім 1 мен х-тің көбейтіндісі мәні. Енді жай теңдеуге айналды. Бұл қандай теңдеу болды балалар? 4 көбейту х тең 36 немесе көбейтуге арналған теңдеу болды. Демек, компоненттерінен көбейгіш, көбейткіш белгісіз. Егер көбейткіш белгісіз болған жағдайда, көбейтіндінің мәнін көбейгішке бөлеміз. Мәні, демек, теңдеудің түбірі 9. Тексереміз. 3 көбейту 9, қосу 9 тең 36. Теңдіктің сол жағын 3 пен 9-ың көбейтіндісі 27, оған 9-ды қосамыз, 36. Теңдіктің оң жағында да 36. 36 тең 36. Теңдеу дұрыс шешілді. Енді есте сақтайық. Ережені есте сақтап алайық. Қайта қайталайық балалар. Егер теңдеудің оң немесе сол жақ бөлігінде түрлендіруге қажет ететін өрнектер болса, сол өрнектерді біз ықшамдап аламыз. Содан кейін жай теңдеуге айналдырып, оны шешуге болады. Қайта айтамыз. Қайталаймыз, есімізде сақтаймыз. Өте тамаша. Енді, құрметті балалар, келесі бүгінгі негізгі жаңа тақырыпқа, жаңаға байланысы болған теңдеуді қарастырамыз. Бұл жерде кейбір күрделі теңдеулерді біз қосу және азайту, көбейту және бөлулердің қасиеттеріне негізделе отырып шешетін боламыз. Енді сол теңдеуді қарастыратын болсақ, біріншіден, бұл алгоритм деп аталады теңдеудің. Бірінші қадам, теңдеудің сол жағында тұрған өрнекті ықшамдаймыз, ықшамдап аламыз. Қосындыдан санды азайту үшін, осы санды қосылғыштардың біреуіне азайтып, шыққан нәтижені екінші қосылғышқа қосу қажет. Енді, міне, көрсеңіздер, жай теңдеу шықты. Екінші қадам. Содан кейінгі жай теңдеуді қалай шешеміз? Оны біз ертеден бастап білеміз, арғыдай тағыда пысықтаймыз білімізді. Демек, екінші белгісізді бұл жерде қосылғыштың мәнін табу үшін екінші қосылғышты, қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайттым. Теңдеудің түбірі тең 12-ге. Тексеремін 38 тең 38-ге. Теңдеудің екі жағы да, сол жағы да, оң жағы да тең. Демек, теңдеу дұрыс шешілді. Ал енді балалар, алған білімімізді өз тәжірибемізде қолданамыз. Дәптерлеріңізге жазып, берілген теңдеуді шеше қойыңыздар. Ал жауаптарыңыз дайын болатын болса, менің шешкен теңдеуіммен салыстырып көріңіздер. Өзіңізді тексеріңіз. Демек, бұл жерде мына бірінші теңдеуді қайтадан мен пысықтап кететін болсам, қосуды санға көбейту ережесін еске түсіреміз. Қалай орындалды? Демек, қосылғыштарға санды көбейту ережесі. Қосылғыштарға санды көбейткенде, қосылғыштарды жеке-жеке санға көбейтіп, көбейтіндінің мәні қосылады. Осылай ықшамдап алып, оны жай теңдеуге айналдырып, сосын мәнін табамыз. Сіздердің де жауаптарыңыз осы теңдеуге сәйкес келеді деп ойлаймын. Ал енді 4-ші тапсырмамыз кезектегі балалар. Мән беріп, зейін қойып оқиық. Есепті теңдеу құру арқылы орындаймыз балалар. Мен сіздерде мұқият оқитын болыңыздар, және мен де дыбыстап оқып берейін. География кабинетіне бір үлкен және бір кішкентай глобус сатып әкелінді. Кішкентай глобус үлкен глобустан 3 есе арзан. Егер оларға 16.000 теңге төленген болса, глобустардың әр қайсысына қанша теңге төленді, немесе глобустардың әр қайсысы қанша теңге тұрады? Жақсылап ойланайық. Есептің шартын біз міндетті түрде
құрамыз және есепті теңдеу құру арқылы шешеміз. Осыны ескеріңіздер, балалар. Ал балалар, есепті шығарып болған болсақ, өзіңізді тексеріңіз. Шешуі 2 қосу 3х тең 16 мың. Демек, бұл жерде теңдеудің сол жағын не істейміз, балалар? Ықшамдап аламыз. Демек, қандай теңдеу шықты? 4х тең 16 мың. Бұл қандай теңдеу? Көбейтуге арналған теңдеу болды. Белгісіз көбейгіш, көбейткіш. Көбейтіндің мәні. Демек, белгісіз бұл жерде көбейткіш. Көбейткіш белгісіз болған жағдайда көбейтіндінің мәнін көбейгішке бөлеміз. Теңдеудің түбірі 4000. Демек, сұраған сұрауымыздың жауабын алдық. Кішкентай глобус 4000 теңге, ал үлкен глобусымыз 12000 теңге тұрады екен. Өте керемет. Сіздер мықты математиксіздер, жарайсыздар, балалар. Ал мен сүйікті шәкірттерім. Енді келесі тапсырмамыз ізденуге, талпынуға, зерттеуге арналған тапсырмамыз. Есеп шығарып шаршаған жоқсыздар ма, балалар? Сіздер мықты математиксіздер. Олай болса, логикалық тапсырмамызды орындауға кірісейік. Логикалық тапсырманы орындаудан алдын өте зейін қойып оқу керек. Бірнеше рет қайталап оқыңыз. Мен де сіздерге дауыстап оқып берейін. 9 жолдың торабындағы құдық басында 9 жолаушы кездесті. Елестеттік пе? Олар бірмен-бірі түгел қол алысып, амандасып шықты. 9 жолаушы бірмен-бірі қанша рет қол алысып, амандасты, немесе қанша рет қол алысты? Ал жауабымыз дайын ба екен? Олай болса, өз жауабымызды тексерейік. Мысалы, сол 9 адамның ішінде мен бармын. Мен неше рет амандасып шығамын? 8 рет. Одан кейінгі бала 7 рет. Одан кейін 6 рет. Осылай жалғасады да, жиыны, оның түгел қосындының мәні не болады? 36. Демек, есептің жауабы 9 жолаушы бір-бірінен 36 рет қол алысты. Ал, құрметті балалар, осымен сабағымыз аяқталуға жақындап қалды. Енді өзіміздің бүгінгі жеткен жетістігімізді қарап көрейік. Демек, біз күнделікті сабақты дескриптор арқылы өз жетістігімізді бағалап отырамыз. Солай емес пе? Олай болса, дескрипторлармен танысыңыздар. Өрнекті ықшамдай аламын, теңдеуді ықшамдап шеше аламын, теңдеуді түрлендіру тәсілмен шығара аламын, есепті теңдеу құру арқылы шығара аламын, логикалық тапсырманы орындай аламын. Жалпы 5 ұпай. Егер де сіз 5 ұпайды қанжығаңызға байласаңыз, бүгін сіз өте керемет нәтиже көрсеттіңіз деп ойлаймын. Ал, құрметті балалар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар.